Бүгінгі біздің қызықты сабақтардың бірі пайыз, процент. Процент не үшін керек? Өндірістік фирмаларда, өндірістерде өнімдерінің қаншалықты өскенін, қаншалықты кемігенін, пайданың қаншалықты өскенін, кемігенін анықтау үшін пайызды процентті пайдаланады. Немесе оқушылардың үлгерімінде үй жұмысын қаншалықты дұрыс орындады, бақылаудан қаншалықты, тесттен қаншалықты жақсы бал алды, бұрынғы балдан қаншалықты өсті, солардың барлығын анықтау үшін процент қолданады. Енді қарайық. Процент негізінде бір процентті 100-ден 1 деп аламыз. 1%. Процентті бөлшекпен жазған кезде міндетті түрде бөлімінде 100 болу керек. Алымында қандай сан тұрады? Сол уже процент деген сөз. Мысалы, мына жерде 100-ден 1, яғни 1%. Енді бөлшектермен көрейік. Мысалы, мына жерде 4 бұрыш бар. 4 бұрыштың ішінде 4 кішкентай шаршылар бар. Соның енді екеуі бойылған, яғни жартысы бойылған. Жартысы дегеніміз 2-ден 1 деп аламыз, жартыны. Немесе бұл неше? 4-ден 2 деген сөз, мысалы, былай да алуға болады. 4-ден 2 қысқарады, 2-ден 1 болады. Енді бізге не дедік? Бөлімін 100-ге келтіріп алу керек қой. Бөлімін 100 болу үшін 2-ні 50-ге көбейтеміз. Егер бөлімін көбейтсек, алымын да міндетті түрде көбейту керек. Сонда бізде қанша болады? 100, 50. Сонда біздің болымыз 50% деген сөз екен. Немесе бөлшекпен жазатын болсақ, бұл 0,5 деп 10-дық бөлшекпен жазуға да болады. Қазір біз пайыз туралы айтып отырмыз, сондықтан пайыз бұл. Келесі 4 бұрышымыздың ішінде біреуі боялған, 4 бөліктің біреуі боялған. Яғни бөлшегіміз 4-ден 1 болады. Енді 4 біз 100 болу үшін оны нешеге көбейтеміз? 25-ке. 25-ке. Екі жағында 25-ке міндетті түрде көбейтеміз. Сонда бізде 100-ден 25 шықты. Міне, бөлімі 100 болды ма? Сонда бұл дегеніміз бізде 25% деген сөз. 25%. Ал 10-дық бөлшекпен бұны қалай айналдырамыз? 10-дық бөлшекке 0,100-ден 25. Келесі 4 бұрыштың нешеуі боялған? 3-еуі боялған. Сонда барлығы 4 бөлікке бөлінген, соның 3-еуі боялған. 4-ден 3. Бұны да 100 болу үшін нешеге көбейтеміз? 25-ке. Сонда 100-ден 25-ті 3-ке көбейтсек, 75. Бұл дегеніміз 75%. Міне, 100-ден 75. Бөлімінде 100 болса болды, мынау проценті болады. Ал 10-дық бөлшекпен қалай жазамыз? 0,100-ден 75 деп жазамыз. Келесі бізде қарасақ, барлық жағы боялған. Яғни 4-ден 4. Егер 25-ке көбейтетін болсақ, бұны 100-ден 100. Сонда бұл не деген сөз? 100% деген сөз. Бір жұмыс толық орындалды деген сөз. Мысалы, үй жұмысы болатын болса, толық орындалды, барлығы дұрыс болды деген сөз. Бақылауда да, мысалы, барлығы дұрыс болды. 4-те 4, 100-де 100, яғни 100%. Енді мына яқтанда бөлшектер бар. Жай бөлшектер, аралас бөлшектері, осылардың барлығын біз қазір процентке айналдырып көрейік. Қалай айналдырамыз? Міндетті түрде бөлімін 100-ге келтіріп алуымыз керек. Бөлімін 100-ге айналдырамыз. Мына 4-іміз бағана 25-ке көбейткенде 100 болады. 25-ке көбейтеміз. 100-ден сонда 75. 4-ден 3 дегеніміз сонда бізде 75% екен. Енді 20. 100 болу үшін нешеге көбейтеміз? 5-ке көбейтуіміз керек. 5-ке. Сонда 100-ден 35. Бұл дегеніміз 100-ден 35. Уже дайын тұр деген сөз процентке. 35% деген сөз. 25. 25 нешеге көбейтеміз? 4-ке. Сонда 100-ден 36. Бұл дегеніміз 36%. Мына жерде 1,36
10-нан 3. Яғни бірінші бұны бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. 10-нан 13, я? Енді 100 болу үшін не істейміз? 10-ға көбейтеміз. 10-ға көбейтеміз. 100-ден 130. Қарасақ, бұл деген 130 процесс. Толық бір процентті асыра орындады деген сөз, міне. Сонда 30%-ке артық орындалып тұр. 130% бар. 130. Мына жерде 2-ден 3-дегі 2 6, оған 1-ді қоссақ 7. Енді 200 болу үшін нешеге көбейтеміз? 50-ге, я? Мына жақта да 50-ге. Сонда 100-ден мына жер 350, бұл деген сөз 350%. Бөлімі 100 болса болды, алымындағы оның пайызы болады екен. Мына жерде 4-тен неше 5-4-ін 20, наяқ 21. 4-ті нешеге көбейтеміз? 25-ге, я? Наяқта да 25-ге көбейтейік. Енді 21-ді 25-ге көбейтейік. 5 жерде 5, 10, 2, 4, 525 болды ма? Сонда 525 пайызға орындалған екен. Немесе 525% деп айтсақ болады. Міне енді бізде алдында жай бөлшектермен араласқандар еді. Бізге енді ондық бөлшектер берілді, осыны пайызын анықтайық. Енді пайызын анықтау үшін бірінші бізде не болу керек дедік? Бөлімінде 100 болу керек дедік. Егер мынаны бөлшекпен жазатын болсақ, жай бөлшекпен жазатын болсақ, 10-нан 8 дейміз, е? Енді мына жер бөлімі 100 болу үшін нешеге көбейту керек? 10-ға көбейту керек. Сонда бізде неше болады? 100-ден 80 болады. Ол дегеніміз 80% деген сөз. Мына, енді мынаған қарайық, 0,100-ден 18 деп оқимыз, я? Сонда 100-ден 18. Ол ұшы дайын тұр. Сонда бұл 18%. Мынау 10-нан 5. 10-нан 5. 100 болу үшін нешеге көбейтеміз? 10-ға көбейтеміз. Сонда 100-ден 50. Ол дегеніміз 50%. Мынау 0,100-ден 15. Яғни 100-ден 15 деп жазамыз. Бұл уже дайын тұр, 15%. Мынау 10-нан 2. 10-нан 2 дегеніміз көбейтеміз 10-ға. Сонда 100-ден 20. Бұл 20%-ді білдіреді. Енді біз келесі есебіне қарайтын болсақ, бізге мынандай 5 бөлікке бөлінген бір зат, осының 3 бөлігі боялған, көріп тұрғандай. Осы барлық заттың қанша пайызын құрайды, соны анықтаңыз дейді. Сонда біз бірінші бөлшек түрінде жазып алайық, бұны. Барлығы неше бөлік? 5 бөлік. Оның нешеуі боялған? 3-еуі боялған. 3-еуі боялған. Енді процентке айналдыру үшін не істейтін едік? Бөлімін 100-ге келтіруіміз керек. 500 болу үшін оны 20-ға көбейтеміз. Бөлімін 20-ға көбейткеннен кейін міндетті түрде алымында 20-ға көбейтеміз. Сонда 100-ден неше болады? 60. Бұл дегеніміз 60%-дан құралған екен. Боялған бөлігі 60%-ды құрайды екен дейміз. Енді қарайық, бізде танымда мысал берілген. Бір 20 мың теңге тұратын бір заттан 8% салыққа ұсталып қалды. Сонда салыққа қанша теңге ұсталып қалды? Соны анықтау керек. Бұны анықтаудың екі түрлі жолы бар. Негізінде екеуі де дұрыс. Бірінші мына пайызды бөлшекке айналдырған жолмен үйренейік. Сонымен шығарайық, ол ең тиімді оңай жол. Сонда 20 мыңды көбейтеміз. Мынау неше пайыз дейді? 8%. 8%-ді бөлшекпен жазатын болсақ, не дейміз? 100-ден 8 дейміз, Енді қарайық, бұл қысқарады, нөлдері қысқарады. 200-ге 8-ді көбейтеміз. 16 артынан 0. Сонда салыққа 20 мың теңгелік бір заттан салыққа 1600 теңге ұсталып қалған екен. Немесе бұны қалай шығаратын едік? 20 мың ол
100%. Салық бізде x белгісіз я, қанша пайыз талған? 8 пайыз талған. Сосын пропорциямен көбейтетін едік. Сонда x тең қалай? 20 мың көбейтілген 8 бөлінген 100 болатын еді. Бұл жерде де есептеуге оңай болсын, нөлдерін қысқартайық. Бұл жақтан да 1600 теңге болады. Тесттерде ең тез жылдам есептеу үшін мына бірінші әдісті қолданған жөн. Пайыз дегеніміз не? Бөлшекке айналдырып аламыз 100-ден 8-де. Енді келесі есебімізді қарайық. Бізде шалбар 8000 теңге тұрады, көйлек 10.000 теңге тұрады екен. Бұл енді магазинде скидка болып жатыр екен, 25% скидка, яғни минус 25%. Енді қарайық. Бұны мынандай тиімді жолмен шығарып көрейік. 100% еді, мынандай 100% былай. 100-ден 100 еді. 25% скидка деген сөз, міне. Азайту 100-ден 25. Сонда 100-ден қаншасы қалады? 75-і қалады, 25% скидка. Яғни 100%-дің 25-ін азайтып тастаймыз, сонда 75%-ін табамыз. Барлық енді шалбардың да, көйлектің да 75%-ін табамыз, есептейміз. Сонда 8000-ның 75%-і дегеніміз 100-ден 75. Сонда қысқарады, екі нөлдерім. Көбейтейік. 8 жердегі 5-ім 40, 0 түсіп 4-ті ойда. 8 жердегі 7-ім 56, 4-ті қоссақ 60. Сонда тағы артына біріне қоямыз, 66.000 теңге болды. Сонда 8000 теңге тұратын шалбарды 25% скидкамен алу үшін 6000 теңгемен алуға болады екен. Ал 10.000 теңгелік көйлек 10.000 көбейту 100-ден 75. Нөлдерін қысқартайық. Сонда 7500 теңгеге ала алады екенсің. 10.000 теңге 25% скидка болып жатса, 7500 теңгемен алуға болады. Біздің келесі сұрағымыз мынандай. 800-дің қанша пайызы 240-қа тең дейді. Енді бұл жерде былай шығаруға болады. Яғни 800-дің 800 бастапқы бағасы ғой, яғни 100% ойы толық бағасы. Енді осының қанша пайызы, x пайызы белгісіз, сол 240-қа тең болады дейді. Енді ол пропорциямен шығарайық. X дегеніміз 240 пен 100-дің көбейтіндісі, екеуін көбейтіп, 800-ге бөліндісі. Қысқартайық нөлдерін. Мына жерде көбейту бар, сондықтан қысқарта аламыз. Енді 240-ты 8-ге қысқартайық. Мына жақта сонда 30. Сонда 800-дің 30%-ы 240-қа тең екен деп айта аламыз. Есебімізде бізде мынандай. Бір коробкада 6 алма және 4 алмұрт бар. Осы 6 алма, 4 алмұрт барлық жемістің алмұрт қанша пайызын құрайды дейді. Яғни барлығы бізде неше жеміс бар? 10 жеміс бар, Ал алмұрт нешеу? 4-еу. Енді осы барлық жемістің алмұрт қанша пайызын құрайтын анықтау үшін бөлімін 100-ге келтіру керек, Ол қанша болады? 100-ден 40. 100-ден 40 дегеніміз неше болады екен? 40% болады екен. Сонда алмұрт барлық жемістің 40%-ын құрайды екен дейміз.